Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler, Millet телеканалында хаберлер информацион программасы тағдым етле. Студияда мен Альме Кайбулаева чалышам. Пешімдікі саатқа бойле малыматнен таныш етеміз. Қырым жемаат әрекеті 10 тешкілетіна Қырымны Русия қысмы оларақ танымақ үшін мұражат етті. Devlet Milletler Комитетінің İçtimai соравының нәтижесі Қырымда чешет миллетлер muhabbetlikте яшағанны көстерді. Бұақта Қырым әлісі өзі не тұшыне. В нашем Крыму это не проблема. У меня, в принципе, очень много друзей другой национальности. Урус Ходжак койынде сув меселесі ғайет кескін меселе чезледжек ме, яда yok. Никто не интересуется нашими землями. Куйбышева ЕДБ соқағында қанунсыз ерлешкен автомобиль тұрағының кележегін насыл алды. На указанный автостоянке незаконно осуществляется предпринимательская деятельность. С людей взимают денежные средства. Однако никаких налоговых отчислений от такой незаконной деятельности в бюджет не поступает. НДР бір инсан оксуз балларға ярдым ете біле бізге монет адлы хайри акциясы оз ішіні башлай. Бұл балачықларға ярдым етселер, büyük bir yardım olacak. Қырым татар халқының Қырым жемаат әрекеті ООН тешкелятының Генераль Ассамблеясыны ве Авропа парламентінің Қырым Жұмхуретінің мұстақылығыны ве Русинен бірлешкенні танымаға жағырды. Оз мұражатында тешкелят Русиге Қырым Жұмхуретіне ве Ақяр шерне низбетен ихтисади, тижари ве малеви қамачав сесетіні такбих етмеге чағыра. Бұнен берабер Русиге қаршы кірсетірген сеси ве ихтисади санкцияларны да ләғу етмекні істейлер. Бұл весиқаны жемаат әрекетінің башы ве Қырым парламентінің вице-премьер Назира Ремзи Ильясов имзалады. Емде ООН тешкелятында Русиялы Қырымда оз ватандашларының яшайшы хақында тариф етмеге азыр олғанына білдірді. Русияның федераль хавсызлық қызметінде Қырым номералы арабалар Финляндияға ичбір проблемсыз кірелер. Фин ве Эстон сыңыржылары 82 регион номералы иле нақлие басталарына ичбір идея бұлынмайып, оларына кечерелер. 2016 сене апрель айындан шымдықы вақытқа же Рус-Фин ве Рус-Эстон сыңырындан тахминен 500 Қырым арабасы кечті. Ве ичбір кере қомшу девлетлерге кірмеге ясақ етілгені yok, деп язла сыңыржей даренің матбуат қызметі теслим еткен месаджында. Devlet Milletler Комитетінің İçtimaiyatçылары Қырым сәкелері арасында ярым адамызда миллетлер ара мұнасибетлері насыл инкишаф еткен ақта сорав кечірділер. Мутехасыслар бұл сорав вастасынен Қырымда миллетлер ара вазиетіні огренген сон, бұл садаки проблемлеріні белгілемек мүмкін олacak. Тәфсилатлар ақында Нариман Тарсинова тариф етежек. Сорав bu cemaattan doğru malumat alınıvı üçün efektif bir usuldur. Bu sebepten hakimiyet vekilleri bu usulga sık müracaat eteler. Böyle şekilde meraklandırgan sualler boyunca doğru cevaplar almak mümkün. Devlet Milletler Komitetinin mutaxassisleri da böyle soravlar keçireler. Esasen onların sualleri milletler ara ve din ara sualler ile bağlı ola. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi bergen malumatga göre tadqiqatның neticeleri cemaat fikri talil etmege ve milletler ara мұнасибетлерінің инкешафы ақында білмеге ярдым етежек. Где-то еще 3-4 года назад в Крыму отмечались определенные кардинальные такие противостояния, как в вопросах языка, в вопросах религии, оценки тех или иных политических ситуаций. Сегодня по большинству вопросов, которые задают социологи, мнения крымчан сходятся, и это говорит о том, что действительно единство крымчан в понимании важности сохранения мира и согласия в Крыму. Заур Смирнов айтқанына көре, сорав нәтижелері ярымадамызда миллетлер ара мұнасибетлері яқшы олғаныны көстере. Бұл екібі соравларының нәтижелері олар не дәрежеде doğru олғаны ақында біз Қырым саясатшысы Николай Кузьминден сора білдік. Такую сложную, деликатную сферу, как межнациональные отношения, надо изучать, в том числе и социологическими методами, и на постоянной основе, чтобы можно было видеть динамику. Это очень важная часть научной деятельности и в сфере эффективного государственного управления, чтобы в случае чего вовремя видеть проблемные места, вовремя принимать необходимые меры для этого. Поэтому это необходимо и хорошо, что это будет делаться. Siyasiçi qayt etdi ki, yarımадамызда вазиет стабиль ve milletler dostluk, muhabbetlік muhitinde yaşaylar. Если что-то отягощает, то такая некоторая память. А больше каких-то локальных текущих проблем, которые могли бы вызвать резкое обострение межнациональных отношений, сейчас у нас нет.
Ярымадамызда яшаган адамларның фикерлері керчектен де бойлема, бұны білмек үшін біз өз сұравымызны кечермеге қарар алдық. Я думаю, что каждый... Менімше, әрбір адам шыны толерантлық тербиелей. Бізде қырымда милетлер арам нәрсебетлер или проблем жоқ. Менім чоқсы достларым башқа милетлерге менсіп. Я бы сказал, что... Біз пек муабетміз, проблемлер олмай, біз берабер яшаймыз, бір-біріміздің урфадетлерімізді урмет етеміз. Я думаю, отлично. Менің фікірімше мұнасибеттеріміз пек яшы, бір кемсе қавға етмей, еркез дос муабет яшай. Біз бір-біріміздің байрамларымызды қайдетеміз, бұл біздің беріліштіре. Друг с другом дружат. Әркез дос, қоншамыз, мұнасибетлеріміз яқшы. Менімже, келешекте олар тек яқшы тарапқа денішер. Сұрaf нәтижелері көстерді кечешет милетлер векелері өзара мұнасибетте яшайлар. Бөзілі сұралған респондентлерінің 83% бөле фікірде. Бізні епімізні не бірлештіре. Чоқысылар бұл сөлге тіл, урфадетлер ве анянелер деп жевапланалар. Сұралғанларының 97% есе бізні байрамлар бірлештіре деген жевапны сеслендірділер. Нариман Тарсинова, Алимек Айбулаева, Руслан Хохлов, Милет Ичун. Қырымда көчлі ел ветелер бұзлағаны себебінден 21 мескен ер ұшықсыз қалдым. Қырым Жұмхуреті бойынша Русия февкуледе вазиет назерлігі баш идаресінің мудир ярдымжысы Владимир Иванов хабер еткеніне көре, электрика илетемин Этілуфесасен Сақ районында бұзылды. Вазиет деңішмесі үшін шымдықы вақыта еді тақым чалыша. Положительный момент состоит в том, что ни в одном из населенных пунктов не находятся социально значимые объекты. И надеемся, что в ближайшие сутки произойдет улучшение погодных условий, потому что восстановление происходит очень оперативно. До 17-18:00 все населенные пункты в Крыму будут полностью подключены к электроснабжению. Ситуация находится на контроле Центра управления кризисных ситуаций. Все подразделения МЧС и бригады Крымэнерго работают в сложных условиях. В полях, повторюсь, очень сильный ветер и на проводах наледи. Хатырлатамыз саба февральның 8-інде көчлі елве бұзлавлар себебінден Қырымның 40 мескен ері ұшықсыз қалды. Ахмежите Куйбышева соқағы ЕДБ адресінде мескін құручылық планлаштырылған ерде қанунсыз автомобилер дұрағы тешкіл олынды. Машина сайыблері бұндан сон біз оз арабаларымызны қоймаға ер тапмайжамыз деп чорланалар. Бұл себептен Ахмежит секенлері шер акиметінің векілері, топрақ арендаторлары вежематчылық шер мемуриетінде музакире кечірмек үшін топландылар. Ахмеджитлилер айры алда шер акиметіне мұрачат етіп, эв құрылмасына yol бермемекні талап етелер. Гражданлар тәшебүз группасының векілі Александр Хвостенко айтқанына көре, араба дұрағы қанунға бинайын чалышмағаны ақта махкеменің қарары жоқ. Мы изучили свою сторону адвокатскую, то есть что должно произойти. Мы сегодня не уходим оттуда, только потому, что нам уходить некуда. И задаем этот вопрос нашей администрации, как налогоплательщики, как жители вопроса и так далее. Вот сегодня мы получаем ответы на свои вопросы. Дельта бір ады тешкілятның векілі Денис Поляков айтқанына көре, кечкен сененің март айында шер мемуриеті ве оның мөссесі арасында анлашма имзаланды. Она бинайен Куйбышева соқағында ЕДБ адресі бойынша ерлешкен ерді мартасы 5 жылық киралыққа алынды. Анда ер асты дурақ яни паркинг или чоқ қатлы ев құрылacak. Бұнен бір сыра оқыштыки. Бұл ерде олған араба дұрағы қанунсыз ерлеші. Кешкен сене октябрь айында Ахмежитның Киев район прокуратурасы тарафындан тешкірівден сон тайын етілдіки. Ерді мартасы мақсатқа көре құланылмай. На указанной автостоянке незаконно осуществляется предпринимательская деятельность. С людей взимают денежные средства. Однако никаких налоговых отчислений от такой незаконной деятельности в бюджет не поступает. Мы же от себя предлагаем постройку современного, безопасного дома, который соответствует требованиям российского законодательства. Более того, он прошел все экспертизы, то есть проект утвержден, получено разрешение на строительство. Денис Поляков қайдеттіке, Дельта бір мөссесі қошма мечбуриетлеріні алмаға ве Куйбышева соқағында ерлешкен 5-ке яқын азбарны абаданлаштырмаға вады етті. Бұл бала мейданчықлары скемлелер олacak. Бұндан ғайры пионерлер сарайы янында альтернатив араба дұрағы теклиф етілді. Ее, соответственно, обустроить шлагбаумом, пунктом пропуска, развесить камеры видеонаблюдения и оплатить парковку на 100 автомобилей на год. То есть это существенные затраты, значительные. Шерлилернің арасында құружилық или разы олғанлар да бұлындылар. Оларның айтқанына көре құружилық инфраструктураның инкишафына ярдым етті. То, что не должно быть площадки, это
Однозначно. Во-вторых, надо соблюдать закон. На чьей стороне закон, тот прав. Пусть разбираются компетентные органы. Для меня важна инфраструктура, которая будет там создана. Для меня важно, чтобы были какие-то спортивные секции, которые тоже предусмотрены в этом проекте. Для меня важно, чтобы были какие-то торговые магазины. То есть все было удобно под рукой. Нәтижеде Ахметшит шәрінің башы Геннадий Бахарев иш группасы яратылуы ile чықышта bulundu. Рабочая группа, которая будет, вот, скажем, создана, вы инициатива, да? То есть вы внесете кандидатуры от себя, от вас, да. От власти будет, я скажу, что из Минстроя однозначно и главный архитектор Крыма. От нас также будет МИСО, это наш имущественный, и я тоже лично. Геннадий Бахарев қайды теке. Бір фикірге келмек ве меселені тек ұқықи мейданда чезмек керек. Айша Шулакова, Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, Эдем Исмаилов, Миллет Ичон. Бүгін Қарасу базар районының Урус Ходжа яни Русская койынде сәкенлер топлаштылар. Бұ топлашувда бақча Эли кой шурасының рейсі Светлана Латыш болынды. Сәкенлер топланып ерлі акимет векілеріне раатсызлаған меселелер бойынша суаллер беріп, оларның чезілу фиолларыны бері-берлікте араштырдылар. Топлашуға бізім телевизион тақымыз да давет етілді. Сәкенлерні не раатсызлай десеңіз, бұны мұхбиріміз София Шукурова біле. Қарасу базар районның Урус Ходжа көйінде 300-ге яқын инсан яшамақта. Олар пек фаалер өз құветі елі көйні абадналаштырмаға тырышалар. Кечкен сене балалар үшін мейдан құрылды, сувағы кечірілді. Ама яқында оларның көйлеріні Вода Крым адлы шirketке көрсетмеге тәвсие етілді. Сәкенлер арасында чешет фікірлер пейда oldu. Исходя из всего этого, надо переходить в эту воду, ставим счетчики, как они говорят. Нам как говорили, обязуемся 124 часа в сутки в каждом дворе вода. Мы платить за воду никто не хочет. Мы хотим, чтобы она была. Кран стоял, это мы, чтобы вода шла, одели шланг. О, неделями может не быть. Неделями может не быть. Недостача воды всегда. Бізім меселеміз әр вақыт сувның етішмемезлігінде чүнке чоқрақлар ел-елдан ғайып олалар. Біз әнді тамир ішлеріні кечірдік, ама сув әпсі бір инсанларға етмей. Бақча Эли кой шурасының рейсі Светлана Латыш Минки Вода Крыма шirketіне керген сон сув әркезге керекли вақытта берележек. По поселению на данный момент идет передача. Шымды әлі бойынша әпсі сувағлары Вода Крым идаресіне йолланалар. Мен ұмыт етем ки бізім сув ағларымызда йолланған сон әршей өз тәртіпіне келер. Венезарет олур мутехасаслар bu işlerінен оғрашаджақлар. Көйде да бір суал кескін тура бұ топрақ байлары. Топрақларда бір кімсе чалышмай ел-елдан оларны отбаса. Инсанларға бұ ерлерден бір түрлік келер yok. Урус Ходжа сәкенлерінің сөзлеріне көре бұ топрақларны олар кираға беріп оламайлар. Раньше у нас брали, платили нам за каждый... Эвел бір пай үшін 350 кило дане береділер. Біз бұна да қуванайдық. Шымды есе бір шей yok. Кой Ходжалық назерлігінде егерде 5 ел девамында сіз оз топрақларыңызда данелерні сачып остырмесеңіз, бұ пайларны махкеме қарары бойынша тартып алынacak деп yazылған. Демек біз оларны сатып оламыз, кімге оларны сатайық, ешбір кімсеге керекмей, қайда біз мұражат етейік. Бұндан да ғайры елжу ташув суали көтерілді. Сәкенлер шикайет етелер ки, мерkezге, яғни Қарасу базар шәріне 20 километр месафе бар. Анда бармақ үшін көйден қатнаған автобуслар жоқ. Такси тұтмақ үшін чоқ пара төлемек керек. Нефахаджылар үшін хастаханеге яда нефаха фондына барып кетмек баш белесі. Транспорт, чтобы проехать даже в районы. Бізде мерkezге бармақ үшін нақлие де yok. Хастаханеге бармақ үшін yolға чықып машина тұтмақ керек. Біз дура қолғанны да пек істейміз. Хастаханеден чықып турасын 1 километр yolға чықмақ керек. Сонанда да 1 саат машина тоқтатмақ керек ола. Хатырлатамыз, бұл сене февральның 7-сінде Қарасу базар шерінде кечірілген Назерлер шурасының чықыш топлашуында Крым Жумхуриятының ел башчысы көйлерге нақлие керсетілмесі ақта эмиретті. По транспортной схеме с Галиной Яношиной 15 февраля вы мне уже докладываете полностью с конкретным расписанием в каждом селе, кто будет ездить, когда вы процедуры проведете, как по временной схеме закрепить перевозчиков. На данный момент Шымды біз маршрут таксилерінің жетвеліні тыздық ве оны алып баражамыз. Біз ұмыт етеміз ки біздің меселеміз тез вақытта жезлежек. Ве бізде кереклі кібі маршруткаларда юрежеміз. Эркун олмаса да автода екі кере олса бізге етер. Топлашувда сеслендірілген эпісі сойлер Бақча Эли кой шурасының незаретіне алынacak. Ерлі мемориет огünde bu сойлерінің чözülü yollarını tapmaq мақсады тұра. София Шукурова, Энвер Аблазис, Миллет үшін.
Кырымда көчүүчү диагностик меркезлер пейда олажак. Чешит 15 эким яңа аппаратура иле донатылган автобус лабораторияларда диагностика кечирежеклер. Мобиль диагностик лабораторияларының эсас максады суд безінің ве ашказан ичеклер онкология хасталыкларына эрте басамакта анык этмек. Диагностика эрбір Кырым сакины үчүн бедава олажак. Тек мечбури тибби сигорта полис весикасы олмак керек. Франко адына китапханеде Кырым Жумхурет Медениет Назирінің муавины Исметзатовның китабы тақдым етілді. Китап тарихи байлық оларақ тек Кырымда дегілде, оның сыңырларындан тыжды емиетледір. Презентация насыл кечкен ақта мұхбиріміз Лилия Виджат біле. Медениет Назирінің муавины Исметзатов Кырым тарихы бойынша 9 монография ве 80-ден зияде илми ишнын муалифы. Айтаке янын яшыр үстінде чоқ вақыт чалышты. Кырым Девлет опера ве балет Кырым Татар театры 1937 сенелері архивде ве женктен эвелке матбуатта серлевалы китап ярымаданын чоқусы милетлері үшін буюк роль ойнай. В освещении истории развития сценического искусства Крыма и была такая маленькая лакуна, как бы неосвещенная страница истории бытования в Крыму, создания существования Крымского государственного татарского театра оперы и балета. Он существовал в 1937-1938 годы. Я на протяжении 3 лет, это 2012-2013-2014 годы, работал в Государственном архиве Республики Крым. И на 80% материал, то есть сама монография, как бы основана на документах, которые были обнаружены в Государственном архиве Республики Крым. 15% это материалы из довоенной прессы и 5% воспоминания очевидцев тех событий. Тедбірде Кырым Жумхуретінің акимиет векиллері, илми, педагогик, медениет, жиматчылық, веталебелер, китапхане хадимлері, ухужилар, мусафирлер иштирак еттілер. Бүгін олар эпосы молевны хайрлайлар. Культура, работа с архивными документами – это все то, что отражено в книге, что имеет для нас, для культуры крымской, крымско-татарской в частности, очень большое культурологическое, историческое значение. Бу монография межжете Кырым Татар опера ве балет Девлет театрының ярытылув тарихына аксете. Бу тежрибе Кырым Татар санатының инкишаф тарихына айры бөлүк оларақ кырды. Опера театры өз ижади ишini 1937 сене сентябрның 5-нде башлады. Бу китапта санат эрбаплары акында тариф этеле, олар театр ярытылмасы үчүн чоқ күч сарф эткени делер. Книга Исмета Латифовича очень полезное это издание. Оно, во-первых, знаменует достаточно такой на данном этапе резкий подъем вообще в истории изучения прошлого крымско-татарского народа. Это важно не только для Крыма, но и далеко за рубежом. Эта книга будет востребована, опять же, поскольку не изучалась ранее эта тема достаточно полно. Презентация, как видим, вызвала такой большой ажиотаж, очень много людей пришло. Тақдим этілген китап муйым қоланмадыр, чүнки мұнда Кырым татар халық тарихында сирек расткелген ве қыметли малюмат топланған. Нешір Кырым Жумхуриет пайтақтында опера ве балет театры ғайрыдан тіклі нулевы үшін яны сайфе олажақ. Лилия Виджат, Ибраим Ганиев, Милет үшін. Ватан седасы радиосы озышыны девам ете күн-күнден бізім діңлейжілеріміздің сайсы эпарта. Ал азырда бізні тек Ақмежит ве Ақмежит район сәкенлері діңлей білелер. Ама әнді тезден Ватан седасы Қырымның әрбір көшесінде яңғырап башлайжақ. Әмде тек Қырымда дегіл, радиостанция Украинаның сыңырына яқын районларында да яйнлайжақ. Бұқтанда яшаған Қырым татарлар рижа етелер. Бұл хаберні Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов сеслендірді. Хатырлатамыз бізім далғамыз 99,5 FM радиостанцияның яйнлавы февраль 6 күні башланды. Радионың оз сайты да бар vatan.fm. Бұндан ғайры іштимай ағларда Ватан седасы адлы группаларымыз бар. Анда кіріп, яқынларыңызға тілеклер яза білесіңіз. Сонра есе оларны радио эфирде ешітмеге имкан олур. Кырым мусульманларының хайрия фонды олар бізге эманет адлы яңа акцияқта илан еттім. Булеха ярмаданың чешіт көшелерінде яшаған оксуз балларға ярдым етмек ниетінен тешкіл етілді. Олар бізге эманет акция бу фондының девамлы мечбуриеті. Ама иштиракчының шахси алым теңішкен вақыт фондны бұақта хабердар етмек керек. Акция тешкилатчылары кайдеттилер ки әрбір бала үчүн ашайт ве пара дестегинден гайры да onun саглыгы тасили ве инкишафы акта кайгырууф муйымдыр. Тамам бу максат эле өксүзлерге мади васайлык программасы яратылды.
Ал уақыты ерінде олған инсанлар айлық 2000 кумуш оз şeylerinden, oz ceblerinden çıkarıp deyik öyle. Bu balacıklarga yardım etseler büyük bir yardım olacak, sosyal bir yardım olacaktır. Hem Allah o günde hem halkımızın o günde oz vazifelerimizni becergen olurmuz. Büyük savaptır. Onun için kundelik 65 kumuşke rastgele bu. Bu sadakalarını Kırım musulmanlarının fondu oksizlerinin iyi allığına işletecek. Bu aktsiyada iştirak etmegi istegenler Kırım Musulman Dini İdaresine müracaat edebilirler. Bu aktsiya daha yakınlarda bir haftaya yakın başladı ve bizde cedveller daha kurula. Bizler Kırım boyunca, belli bir bölgede değil de Kırım boyunca bizler cedvel tüzeyimiz. Bu aktsiyada iştirak etmek istegen vatandaşlarımız Kırım Müslümanlarının dini idaresine gelip müracaat edebilirler. Yani fondumuz da muftiyat erkanında çalışkanı için muftiyatka kelseler bir yerde bütün malumatını alırlar. Unutmanın sizin küçük yardımınız oksizlerinin hayatında iz kaldırabilir. Hadislerinin birinde aytılgan ki kim oksizinin aş suvu akta kaygırsa o mutlaka cennetke düşer. Gulnara Karimova, İbrahim Ganiyev, millet için. İlanға keçеміз февраль айының 10-ында Devlet Komitetінің mütehassıslары Кефе шайырында адлежі консультациясını keçirecekler. Konsultasiya Zaleskaya Dort soqağında Memuriyet binasının 14. odasında saat 11'de başlanacak. Yazılmak için telefon 322-87. Şimdilik bu hepsi malumat bizi muhbirlerimiz endi yangi malumat üzerinde çalışalar. Onun için gelecek haberler informasyon programmasını saat 20:30'da Asan Abibulayev ile kaçırmanız. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.